Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің жасайтын пирогымыз осындай малиновый пирог. Өте керемет болып шығатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханның көркін ашатын, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын, салмасы ерекше пирог. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне құмшекерімізді, не болмаса қант ұнтағымызды қосамыз. Қант ұнтағын қоссаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель қосамыз, оның үстінен крахмалды қосатын боламыз, және де ұн қосамыз да жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай қолдың көмегімен қатты күш салмай біріккенше жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қатты көп илеудің қажеті жоқ, сары майымыз еріп кететін болады, сондықтан осылай біріккенше ақырындап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді салмасын дайындауға кірісейік. Сүзбе, яғни творогтың үстінен құмшекерімізді қосып, бір жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Жақсылап мен бірінші араластырып алдым, одан соң блендердің көмегімен осылай езіп алдым. Жаңағы қамырымызды алып, 24 диаметрлі формаға қолдың көмегімен орналастырып шығатын боламыз, өйткені қамырымыз жұмсақ, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Осылай бортики жасап аламыз шетіне. Видеода көрсетілгендей етіп қайталаңыздар. Дәл осы кезде алдын ала 180 градусқа пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Одан кейін үстіне салмамызды құйып, 180 градуста 25-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осылай біздің қамырымыз үлкейеді, ісінеді. Құрамда разрыхлитель болғандықтан салмамыз қызарып піседі. Оның үстінен малиналы джемімізді пайдаланатын боламыз. Егер мен бетіне малиналы джемді пайдаландым дайынын, егер сіздер өзіміз жасаймыз десеңіздер, малиналы джемді жасаудың рецебінде қалдыратын боламын. Екі түрлі де жасаңыздар болады, осындай джеммен де жасаңыздар, яғни вареньемен өте дәмді болады. Егер малина замороженный бар болса, өзіңіз жасап көрсеңіз де болады. Екеуінде де дәмі бірдей, тек түсінде ғана кішкене айырмашылық болады. Мінекей, осылай барлық жерге жеткізіп жағып шығамыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Бұл малиналы джемді толығымен суығаннан соң жағатын боламыз. Әсемдігі үшін қант ұнтағымен сәндесеңіздер болады. Өте керемет дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз, тапсырысқа да жасасаңыздар да болады. Өте керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап дәм татыңыздар. Мінекей, кесілген кездегі түрі осындай өте әдемі пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.